Дәулетті Алдияр сал болып қалған сыңарына күтім жасау үшін жаңадан жалдаған күтуші қызға еш сенбеді. Оны сынақ көрмек болып, бауырымен орнын ауыстырып төсегіне жатты да, ұйықтап жатқан адам кейпіне еніп, жасырын бейне камераны қосып қойды. Артынан болған жағдай оның жағасын ұстатты. Түнгі сағат 11:30-да Алдияр дәліздегі қадам дауысын естіді. Жеңіл, әрі дыбыссыз басылған қадамдар қала сыртындағы зәулім үйдің ішінде жаңғырып естілді. Ол қолындағы құрылғысын шетке ысырып құлақ түрді. Бауырының бөлмесінің есігі сықырлап ашылды да, қайтадан тыныштық орнады. Алдияр төсегінен тұрып, шапанын жамылды да, білдірмей дәлізге шықты. Бахтиярдың бөлмесінде жарық сөніп тұр екен. Тек қабырғадағы әлсіз шам ғана айналаға сарғыш сәуле шашып тұрды. Осыдан 3 апта бұрын жұмыс қалған күтуші қыз Шырын бауырының төсегінің жанында тұр екен. Үстінде жұқа түнде киетін көйлегі, шашы жайылған. Ол Бахтиярға қарап, сыбырлап бірдеңе айтты да, төсектің шетіне отырып, оның қасына жантайды. Алдияр сілейіп тұрып қалды. Көкірегін ашу кернеді. Осынша үміттердің ішінен таңдап алған, айына 1.200.000 теңге жалақы төлеп, ең жақын адамын аманат еткен бұл қыздың мұнысы несі? Ол бөлмеге атып кіріп, айқай шығарып, оны қуып жібергісі келді. Бірақ бір күш оны тоқтатты. Шырынның дауысы өте нәзік, әрі мейірімді естілді. Ол ешқандай ерсі әрекет жасаған жоқ. Тек қол аяғын қимылдата алмайтын жанның қасында жатып, «Алла қаласа бәрі жақсы болады, сабыр етіңіз», деп жұбатып жатты. Алдияр сөздерін толық ажырата алмаса да, дауыс ырғағынан тыныштық пен мейірімді сезді. Ол өз бөлмесіне қайтып оралып, қараңғыда ұзақ отырды. Бахтияр оның егіз бауыры еді. Олар 7 минуттық айырмашылықпен дүниеге келген. Бірақ тағдырлары екі бөлек болды. Осыдан 2 жыл бұрын Айшырақ атты шаһарға бара жатқан жолда Бахтияр мінген көлік ауыр апатқа ұшырады. Бауыры аман қалғанымен омыртқасы зақымданды. Дәрігерлер оның қайта тұруы екіталай деді. Алдияр бауырын емдету үшін алыс елдердегі ең мықты мамандарға барып, миллиондаған қаржы жұмсады. Бірақ еш нәтиже болмады. Бахтияр сал болып қалды. Ол жүре алмайтын, өздігінен отыра алмайтын, тіпті ас ішуге де қауқарсыз еді. Соңғы жарты жылда ол мүлдем тұйықталып қалды. Ешкіммен сөйлеспейтін, теледидар қарамайтын, тек төбеге қарап жата беретін болды. Алдияр бауырының өмірден түгіліп кеткеннен қорықты. Сондықтан оған тек медициналық білімі бар адамды емес, жанына серік, дос бола алатын жанды іздеді. Шырын хабарландыру арқылы келген еді. Ол сабырлы, өз ісіне ұқыпты қыз болып көрінді. Одан неге мұндай ауыр науқасқа қарағысы келетін сұрағанда, өзіне көмектесе алмайтын жандарға қол ұшын созып, сауап алғым келеді деп жауап берген. Алдияр бұл сөзге риза болған. Алғашқы 2 апта бәрі жақсы болды. Шырын массаж жасап, дұғаларын оқып, Бахтиярды арбамен бақшаға серуендетуге шығаратын. Бауырының жүзіне қан жүгіріп, күле бастады. Алдияр қуанған еді. Бірақ енді мына түнгі келістері көңіліне күдік ұялатты. Келесі күні таңертең Алдияр Шырынды жұмыс бөлмесіне шақыртты. Қыз ұяңқпен көзін төмен түсіріп кірді. Үстінде ақ халаты, шашы жинаулы. Кешегі түндегі қыздан еш белгі жоқ. Шырын, Бахтиярдың жағдайын қалай бағалайсыз деп сұрады Алдияр оның көзіне тура қарап. Жақсы бағытқа бет бұрды, деді ол бір қалыпты дауыспен. Ол сөйлей бастады, табиеті ашылды, тіпті жаттығуларға өз еркімен келісті. Бұл жақсы. Ал өзіңіз қалай ұйықтап жүрсіз? Түнде қиналмайсыз ба? Мүмкін түнгі ауысымға тағы бір адам алармыз? Шырынның көзінен қорқыныш байқалды. Жоқ, қажет емес. Мен үлгеріп жатырмын. Бахтияр түнде тыныш ұйықтайды. Мен де оянбаймын. Өтірік айтады деп ойлады Алдияр. Оянады. Тіпті оның қасына барып жатады. Онда жақсы, бара беріңіз, деді ол. Күтуші шығып кеткен соң Алдияр терең ойға батты. Бұл қыз неге мұндай тәуекелге барады? Егер оның мақсаты байлық болса, Бахтиярдың қасына жатудың не пайдасы бар? Ол тіпті қимылдай да алмайды ғой. Егер бірдеңе ұрлағысы келсе, жанында жатып не ертек айтады. Келесі күні бауыры емдеу орталығында болғанда Алдияр бейнебақылау маманы шақыртты. Маман Бахтиярдың бөлмесіне 3 жасырын камера орнатты. Бейнебаян Алдиярдың планшетіне қосылды. Бәрі дайын, деді маман. Дыбысы да, сапасы да өте жоғары.
Түнгі сағат 11-де Алдияр бағдарламаны ашты. Шырын өз бөлмесінен шықты. Үстінде сол жұқа киімі. Дәлізде жан-жағына қарап алып, Бақтиярдың бөлмесіне кірді. Жарықты жақпай, төсектің шетіне отырды. Бауыры ұйықтап жатқан сияқты еді. Шырын ақырын ғана: «Бақтияр, ұйықтамадыңыз ба?» деп дауыстады. Бөлме іші тынышталды. Сосын бауырының әлсіз, қарлыққан дауысы естілді. «Жоқ, келе ғой». Шырын төсектің үстіне, Бақтиярдың қасына жантайып басын жастыққа қойды. «Бүгін саябақта болдым», деп бастады ол сөзін нәзік үнмен. Онда көктемнің алғашқы бәйшешектері бүршік жарыпты. Сары және күлгін түстілері өте көп. «Есіңізде ме, сіз маған күлгін түсті жақсы көремін деп едіңіз ғой?» «Иә, есімде», деп жауап берді Бақтияр әлсіз дауыспен. «Мен сіз үшін соның біреуін үзіп әкелдім. Құмыраға салып қояйын ба?» «Әрине, салып қойшы, айналайын». Шырын орнынан тұрып дәлізге шықты да кішкене стақанға салынған гүлді алып келді. Оны тумбочканың үстіне қойып, қайтадан қасына жапты. Тағы бір қызық. Аулада төсінде ақ теңбілі бар жирен мысықты көрдім. Ол орындықта отырып маған ұзақ қарады. Сипағым келбеді, бірақ ол қаша жөнелді. «Мысықтар жат адамның сипағанын ұнатпайды», деді Бақтияр. «Ал кімді ұнатады?» деп сұрады Шырын. «Өздерін тамақтандырып, мейірім танытқан жанды ғана». Қыз сыңғырлап күліп жіберді. Алдияр планшеттің экранына қарап тісін шықырлатты. «Ол бар болғаны бауырымен сөйлесіп жатыр ма? Бәйшешектер мен мысықтар туралы ма? Неге күндіз емес? Неге түн ішінде қасында жатып айтады?» деп ойлады ол. Бұл әңгіме 1 сағатқа жуық созылды. Шырын ауа райы, оқыған кітабы, көрген көркем туындылары туралы айтып отырды. Бақтияр оны мұқият тыңдап, арасында қысқа қайырып жауап беріп қояды. Оның дауысынан бұрын соңды болмаған тыныштық пен ризашылық сезілетін еді. Содан кейін Шырын орнынан тұрып, бауырының көрпесін түседі де, қолымен оның шашынан ақырын сипады. «Қайырлы түн, Бақтияр. Ертең тағы келемін», деді ол. «Келе ғой, мен күтемін», деп жауап берді бауыры. Қыз бөлмеден шығып есікті ақырын жапты. Экранда қараңғыда қимылсыз жатқан Бақтиярдың бейнесі ғана қалды. Алдияр құрылғыны өшіріп, таң атқанша көз ілмеді. Басында небір суық ойлар шарпысты. Егер бұл Шырын бәсекелестерім жіберген алаяқ болса ше? Бақтиярдың сеніміне кіріп, оның дүние мүлкін тартып алғысы келсе ше? Бауырының отбасылық бизнесте 20% үлесі бар еді. Бұл шамамен 12 миллиард теңге болатын. Мүмкін ол шынымен де ниеті түзу, бауырыма қолдау көрсеткісі келетін жан шығар. Бірақ неге түнде келеді? Орындықта отырып ақ сөйлесуге болмай ма? Алдияр өміріндегі ең тәуекелді қадамға баруды ұйғарды. Таңертең ол бауырының бөлмесіне кірді. Бақтияр көзін жұмып жатқанымен ұйықтамапты. Қадам дауысын естіп көзін ашты. «Ассаламалейкум, Бақтияр», деді Алдияр. «Уағалейкум ассалам, Алдияр. Қалай ұйықтадың?» «Бәрі жақсы. Кеше Шырын келіп кетіпті ғой». Алдияр сәл кідіріп. «Оның түнде келгені несі?» деп сұрады. «Тек сөйлесу үшін. Ол әр кеш сайын келеді. Біз әртүрлі тақырып әңгіме айтамыз. Ол маған терезе сыртындағы әлемді сипаттап береді. Ол маған көмектеседі». «Неге көмектеседі?» деп қайталап сұрады Алдияр. «Осы 4 қабырғаға қамалып қалғаныңды ұмытуға. Өзіңді сонымен бірге сыртта, бәйшешектердің арасында жүргендей сезінемін». Алдияр төсектің шетіне отырып, бауырының қолынан ұстады. Бұл оның сезе алатын жалғыз жер еді. «Бақтияр, сен оған сенесің бе?» «Толықтай сенемін», деп жауап берді ол. «Сенен басқа мені мүгедек емес, кәдімгі адам ретінде көретін жалғыз жан сол. Көзіме қарап, тең дәрежеде сөйлеседі». Алдияр бауырының жанарына қарады. Онда соңғы айларда жоғалып кеткен өмірге деген құштарлық ұшқыны байқалды. «Менің саған бір өтінішім бар», деді Алдияр. «Қандай?» «Біздің бейнеміз бір-бірімізден айнымайды. Осы кеште екеуміз орын ауыстырсақ қалай болады? Сен менің бөлмеме бар, мен сенің орныңа жатайын». Шырын екеуінің араларында не болып жапқанын өз көзімен көргім келеді. Бақтияр ұзақ үнсіз қалды да: «Маған сенбейсің бе?» деп сұрады. «Саған сенемін. Бірақ сенің қауіпсіздігің үшін
Сол қыздың арам ниеті жоқ екеніне көз жеткізуім керек. Бауыры көзін жұмды. Қайта ашқанда оның жанарында нық сенім бар еді. Жақсы, айтқаның болсын. Бүгін кешке орын ауыстырайық. Бірақ оған ештеңе айтпайсың, тек үндемей жатасың. Ол келіп сөйлей бастағанда, оның жау емес екенін түсінесің. Ол мен сияқты жалғызсыраған, бірақ жүреді кең жан. Алдияр келісті. Ол сол түні не көретінін білмесе де, кез келген жағдайға дайын еді. Кешке олар орын ауыстырды. Бақтиярды арнайы төсекпен Алдиярдың бөлмесіне өткізді. Ал Алдияр бауырының төсегіне жатып, үстін қымтап жауып қойды. Бөлмеде дәрі-дәрмектің және шырының әтір болуы мүмкін, әлдебір тәтті иіс сезілді. Алдияр тынысын қалыпты ұстап, ұйықтап жатқан адамша қозғалмай жатты. Сағат 11:30-да есік сықырлады. Еденге жіңішке жарық сәулесі түсті. Сосын қайтадан қараңғылық орнады. Жеңіл қадамдар мен киімнің сыбдыры естілді. Шырын төсекке жақындады. Алдияр оның жылуын, жұпар иісін және ауаның қозғалысын сезіп, іштей тағатсыздана күтті. «Бақтияр, ояусыз ба?» деп сыбырлады ол. Алдияр ұйықтап жатқан адамның кейпін жасап үндемеді. Шырын біраз тұрды да төсектің шетіне отырды. Оның қолы Алдиярдың алақанының жанына, көрпенің үстіне қойылды. Қолы тимесе де, Алдияр қыз саусақтарының жылуын сезіп тұрды. «Сіздің ояу екеніңізді білемін», деді ол ақырын ғана. «Сіз әрдайым оң жарыңызбен жатып ұйықтайсыз, сүннет бойынша. Ал қазір шалқаңыздан жапырсыз». Алдиярдың денесі мұздап кетті. Оның кім екені әшкере болды. «Мен Бақтияр емеспін», деді ол көзін ашып. «Мен оның бауыры Алдиярмын». Шырын шошып айқайлағанда орнынан атып тұрғанда жоқ. Ол тізесіне қолын айқастырып, қозғалмай отыра берді. «Білемін», деді ол нық сеніммен. «Бірден түсіндім. Сіздің тыныс алысыңыз да, иісіңіз де бөлек. Бақтиярдан жұпар иіс пен жалбыздың иісі шығатын, ал сізден былғары мен ащы кофенің иісі сезіледі». Алдияр төсекке отырып шамды жақты. Шырын боз болып кеткенімен өзін сабырлы ұстады. «Неге келдіңіз?» деп сұрады Алдияр. «Өйткені уәде бергенмін. Мен әр кеш сайын келемін. Бақтиярға жанында біреудің болғаны керек. Оған дәрігер немесе күтуші емес, қарапайым нәрселер, бәйшешектер, мысықтар, ауа райы туралы сөйлесетін адам қажет. Ол өзінің тірі екенін, әлі де біреуге керек екенін сезінуі тиіс». Алдияр оған қарап отырып танымай қалды. Жаңағы суық, тек өз ісін білетін маман жоқ болып кеткендей. Оның алдында түн ішінде өзге ер адамның жалғыздығын бөлісу үшін келетін, жанары мұңға толы жас әйел отырды. «Сіз оны жақсы көресіз бе?» деп сұрады Алдияр. Шырын басын төмен түсірді. «Білмеймін. Ол өте жақсы, мейірімді жан. Ол мені тыңдайды, сөзімді бөлмейді, сынамайды, ақыл айтпайды. Тек тыңдайды. Мен оған сенемін». «Ал ол ше?» деді Алдияр. «Ол сізді жақсы көре ме?» Қыз басын көтерді. Көзінде жас мөлдіреп тұр екен. «Білмеймін. Ол бұл туралы ешқашан айтқан емес. Бірақ мен оның қасына жатқанда ол жымияды. Мен оны тіпті қараңғыда да сезінемін». Алдияр жастыққа қайта шынтақтады. Осы уақытқа дейін бұл қыз туралы ойлағандарының бәрі қате болып шықты. Ол алаяқта, дүние қоңызда емес екен. Бар болғаны бауырына жәрдем бергісі келген мейірімді жан. «Барып ұйықтаңыз», деді Алдияр. «Ертең Бақтиярға келе беріңіз. Мен бөгет болмаймын». Шырын орнынан тұрып, көрпені түседі де бөлмеден шығып кепті. Алдияр бауырының бөлмесіне жалғыз қалып, өзінің жеңілгенін түсінді. Жеңілгені бұл қыз байлықты емес, оның көмегіне мұқтаж жанды таңдады. Ол таң атқанша көз ілмеді. Бауырының төсегінде жатып, дәрінің иісін сезініп, 2 жылдан бері осы орынға таңылып отырған адамның күйін түсінуге тырысты. Бұрын Алдияр бауырына жұмсаған миллиондаған қаржысы, ең жақсы дәрігерлері бәрін алмастырады деп ойлайтын. Сөйтсе олай емес екен. Таң ата ол орнынан тұрып терезеге жақындады.
Бақшаны аппақ тұман басып, құстардың дауысы естіледі. Ол Бахтияр ұйықтап жатқан өзінің бөлмесіне қарап, жүрегінің шымырлағанын сезді. Бұл физикалық ауру емес, жан азап еді. Ол бауырынан қызғанды. Шырынның оған түнде келетінін, қасына жатып бәйшешектер туралы айтатынын, оның ақшасы мен билігіне қарамастан Бахтиярды таңдағанын іші тарылып қабылдады. Ол сал болып қалған, дәрменсіз болса да, шынайы Бахтиярды таңдады. Таңғы сағат 8-де бөлмеге Шырын кірді. Үстінде ақ халаты, шашы жинаулы, байсалды қалпында. Алдиярды бауырының төсегінде көріп, есік алдында тұрып қалды. «Кетіп қалған шығарсыз деп ойлап едім», деді ол. «Кетпедім», деп жауап берді Алдияр. «Таңға дейін ойландым». Ол орнынан тұрып, жиырылып қалған көрпені түзеді де, қызға жақындап көзіне тура қарады. Қыз жанарын тайдырмады. «Неге оны таңдадыңыз?» деп сұрады Алдияр. «Сізде бәрі болу мүмкін еді. Байлық, зәулім үй, қымбат тұлпарлар, жиһанкездік. Мен сізге соның бәрін берер едім. Сізге тіпті құшақтай алмайтын жанның не керегі бар?» Шырынның өңі бозарып, ерні дірілдеп кетті. «Оны олай атамаңыз», деді ол ақырын, бірақ нық дауыспен. «Ол мүгедек емес. Ол басына іс түскен адам, және ол кез келген дені сау еркек сияқты махаббатқа лайықты. Мүмкін тіпті артығырақ лайық шығар. Сіз сұрағыма жауап бермедіңіз. Ал сіз бәрібір түсінбейсіз», деді Шырын. «Ешқашан түсінбейсіз. Өйткені сіз бәрін алтынмен өлшеуге үйренгенсіз. Махаббатты сатып алуға болады деп ойлайсыз. Ақшасын төлесе, кез келген әйел төсегіңізге жатып, бақыттымын деп айтады деп сенсесіз. Бірақ бұл махаббат емес. Бұл сауда». Алдияр бірдеңе айтқысы келді, бірақ сөз таба алмады. Өйткені қыздың айтқаны ащы да болса шындық еді. Оның әйелдермен болған барлық қарым-қатынасы тек дүние мен есепке негізделген болатын. Ол қымбат сыйлықтар жасап, шоттарды төлейтін, зәулім үйлер мен су жаңа тұлпарлар сатып әперген. Әйелдер тек ол ақша төлеп тұрғанда ғана қасында болатын. «Бауырымнан не қалайсың?» деп сұрады ол. «Мақсатың не?» «Мен тек оның қасында болғым келеді», деді Шырын. «Оның дауысын есту, жүзіндегі күлкіні көру, мені күтіп отырғанын сезіну. Бар болғаны осы». Ол Алдиярды бөлмеде жалғыз қалдырып шығып кетті. Алдияр бөлменің ортасында тұрып, өзі сеніп келген құндылықтардың бәрі, кәсібі де, дәулеті де, билігі де күлге айналғанын сезді. Шырынның бауырына сыйлаған қарапайым жылуының қасында бұның бәрі түкке тұрғысыз еді. Күні бойы Алдияр жұмыс бөлмесінен шықпады. Ол жұмыс істеген жоқ, қоңырауларға жауап бермеді. Хатшы қыз есік қаққанда да ашпады. Тек мониторының бетіне қарап, Шырын мен Бахтиярдың түнгі әңгімесін қайта-қайта тыңдады. «Бүгін саябақта болдым. Онда бәйшешектер бүршік жарыпты. Сары және күлгін түстілері өте көп. Есіңізде ме, сіз күлгін түсті жақсы көремін деп едіңіз ғой?» «Иә, есімде. Мен сіз үшін соның біреуін үзіп әкелдім. Құмыраға салып қояйын ба?» «Әрине, салып қойшы». Қарапайым әңгіме, ерекше ештеңе жоқ. Бірақ Шырынның даусындағы нәзіктік пен қамқорлық Алдиярдың жүрегін шымырлатты. Ол Бахтиярмен науқас ретінде емес, сүйікті адамы ретінде сөйлескен еді. Кешке қарай Алдияр бір шешімге келді. Ол бауырының бөлмесіне көтерілді. Бахтияр көзін ашып төбеге қарап жатыр екен. Бауырын көргенде әлсіз ғана жымиды. «Маған ренжіп тұрсың ба?» деп сұрады Бахтияр. «Жоқ, мен өзіме ренжіп тұрмын». Алдияр төсектің шетіне отырып, бауырының қолынан ұстады. «Бахтияр, мен саған бір шындықты айтуым керек. Шырын жай ғана күтуші емес. Ол саған біреу бұйырғандықтан емес, сен оған керек болғандықтан түнде келеді». «Мен оны білемін», деді Бахтияр ақырым ғана. «Білдің бе?» «Ішім сезетін. Ол менімен науқас адаммен сөйлескендей сөйлеспейді. Маған өзгелер сияқты мүсіркеп қарамайды». «Олай деме», деп Алдияр оның сөзін бөліп жіберді. «Сен дәрменсіз емессің». «Мен жүре алмаймын, Алдияр. Қол аяғымды қимылдата алмаймын. Тіпті дәретке де өздігіммен бара алмаймын». «Егер бұл дәрменсіздік болмаса, не сонда?» Алдияр үнсіз қалды. Өйткені не айтарын білмеді. «Ол сен жақсы көреді», деді ол соңында. «Мен оны оның жанарынан көрдім, дауысынан естідім». Бахтияр көзін жұмды.
Көзін қайта ашқанда кірпіктерінде жас мөлдіреп тұрды. Мен де оны жақсы көрем, деді ол. Дүниедегі бәрінен артық жақсы көремін. Бірақ мен оған ештеңе бере алмаймын. Не отбасы, не бала, не қалыпты өмір сыйлай алмаймын. Ол жас, сұлу, дені сау. Оған өзімен бірге билейтін, қыдыратын, саяхаттайтын ер азамат керек. Ал сен оған ешкім бере алмайтын нәрсені бере аласың, деді Алдияр. Өзіңнің шынайы жүрегіңді. Сен оған махаббат сыйлай аласың, ал бұл кез келген гауһар тастан да қымбат. Бахтияр егіліп жылап жіберді. Алдияр бауырын бала күндегідей бауырына басып құшақтады. Сендердің бірге болуларың үшін бәрін жасаймын, деді Алдияр. Ең мықты шипагерлерді, ең озық емханаларды табамын. Сені аяғынан тік тұрғызамын. Алла куә, ант етемін. Қажет емес, деп сыбырлады Бахтияр. Шипагерлердің де, емханалардың да керегі жоқ. Маған тек сол керек. Егер Шырын қасымда болса, мен бәрін жеңемін. Алдияр бауырына қарады. Оның жанарында соңғы 2 жылда болмаған нық сенім мен жігер пайда болыпты. Бахтияр берілмеді. Ол денсаулық үшін емес, махаббат үшін күресуге бел буды. Есік қағылды. Шырын кірді. Кешкі ас дайын, деді ол. Алып келдім. Ол табақты үстелдің үстіне қойып, ыдыстарды реттей бастады. Алдияр орнынан тұрды. Мен сендерді оңаша қалдырайын, деді ол. Тоқтай тұршы, Алдияр, деп Бахтияр оны тоқтатты. Қал. Оған бар шындықты айтқанда сенің жанында болғаныңды қалаймын. Алдияр кілт тоқтады. Жүрегі жиі соға бастады. Ол қазір не болатынын сезді. Бахтияр Шырынға қарады. Қыз қолына сорпа құйған кесені ұстап, не болып жатқанын түсінбей, төсектің жанында тұр еді. Шырын, қасым отыршы, деді Бахтияр. Қыз орындыққа отырып кесені үстелге қойды. Оның өңі боп-боз, қолдары дірілдеп тұрды. Мен саған бір маңызды нәрсе айтқым келеді, деп жалғастырды Бахтияр. Мен сені күтуші ретінде, немесе емші ретінде емес, әйел ретінде. Дүниедегі ең сұлу, ең мейірімді, ең асыл жан ретінде жақсы көремін. Мен саған лайық емес екенімді түсінемін. Сен бұдан да жақсы жанды таба алатынымды білемін. Бірақ егер сен менімен бірге болуға келіссең, мен сені бақытты ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Мен сияқты жанмен бұл қаншалықты мүмкін болса, соның бәрін арнаймын. Бөлме іші сүттей тыныштыққа бөленді. Алдияр демін ішіне тартып Шырынға қарады. Сізге бұл оқиғаның жалғасы қызық па? Шырын не деп жауап берді деп ойлайсыз? Шырын орнынан қозғалмастан саусақтарын айқастырып ұзақ отырды. Содан кейін басын көтеріп Бахтиярға қарағанда, Алдияр оның көзінен мөлдіреген бақыт жасын көрді. Ақмағым-ау, Бахтияр, мен сені жақсы көремін ғой, деп сыбырлады ол. Мен саған дәулетің немесе абыройың үшін келгенім жоқ. Сен мені түсінетін, тыңдай білетін, және мені жай ғана жұмысшы емес, тұлға ретінде бағалайтын жалғыз жансың. Мен саған сен үшін керекпін. Шырын орнынан тұрып төсекке жақындады да, еңкейіп Бахтиярдың маңдайынан мейірімен иіскеп бетінен сүйді. Бұл ешқандай арам ойсыз, тек шынайы ниеттен туған, жүректі елжер етерлік көрініс еді. Мұны көрген Алдиярдың тынысы тарылып, бөлмеден ақырын шығып кетті. Есікті жауып арқасын қабырғаға сүйеген күйі көзін жұмды. Кеудесінде бір ащы ауырсыну пайда болды. Алдияр өз бөлмесіне түсіп жайнамаздың үстіне отырды. Ол көп жылдан бері мұндай сезімді бастан кешпеген еді. Монитордағы бейне жазбаны, Шырынның Бахтиярға деген шексіз мейірімін тағы бір рет қарады да, тоқтатып барлық файлдарды өшіріп тастады. Оларда менде ешқашан болмаған бақыт бар. Олар бақытты болсын. Ал мен мұны еңсерудің жолын табамын, деп түйді ол. Есік қағылды, бөлмеге Шырын кірді. Алдияр, кіруге бола ма, деп сұрады ол. Алдияр бұрылмастан рұқсат берді. Қыз үстелдің қарсысына отырды. Мен сізге алғыс айтқым келеді, деді ол. Бізге мүмкіндік бергеніңіз үшін, арамызға түспегеніңіз үшін рахмет. Мен ештеңе де істеген жоқпын. Бәрін өздеріңіз шештіңіздер, деді Алдияр даусы дірілдеп. Жоқ, сіз мені жұмыстан қуып жіберіп, Бахтиярды көруден мақұрым ете алар едіңіз. Бірақ олай істемедіңіз. Неге? Алдияр оған бұрылып,
Өйткені мен бауырымды жақсы көрем деді. Оны ақшадан да, кәсіптен де, тіпті өзімнен де артық жақсы көрем. Егер сен оны бақытты ете алсаң, мен бұл жағдайды қабылдаймын. Мейлі ол маған ауыр тисе де. Шырын көзін төмен түсірді. Сіз де жақсы адамсыз, Алдияр. Тек сіз бақытты болуды ұмытып кеткенсіз. Үнемі күресіп, дәлелдеп, жеңіске жетуге тырысасыз. Бірақ бақыт жеңісте емес, жақсы көрген адамдарының қасында болуда. Ол шығып кеткен соң Алдияр жалғыз қалды. Тұтқасы үнемі мазалап, инвесторлар мен заңгерлерден маза болмайтын телефонын өшіріп тастады. Бөлмесіндегі жарықты сөндіріп, бауырының бөлмесіне жақындады. Есік сәл ашық екен. Шырын Бақтиярдың қолынан ұстап, ақырын ғана қисайтып отыр екен. Бауырының жүзінде нұр ойнап тұрды. Алдияр өз бөлмесіне барып жатты, бірақ көзіне ұйқы келмеді. Ол өмірін өзгерту керектігін түсінді. Егер осылай өмір сүре берсе, ол бай әрі табысты, бірақ тас қараңғы жалғыздықта қалатынын ұқты. Ол телефонды алып, осыдан 2 жыл бұрын Бақтияр емделген алыстағы Мұздауарал атты мекендегі шипажайдың басшысына хабарласты. Кез келген қаржыны төлеуге, әлемнің ең үздік дәрігерлерін жинауға дайынмын. Тек бауырымды аяғына тұрғызыңдар, деп жазды. Хабарламаны жіберіп төсекке отырды. Көрші бөлмеден әлі де Шырынның нәзік дауысы естіліп тұрды. Ол бауырына арнап бесік жырын айтып отырғандай еді. Алдияр көзін жұмып, сол дауысты рахаттана тыңдады. Көп жылдан бері алғаш рет оның жүрегінде тыныштық орнады. Арада 4 ай өтті. Мұздауаралдағы білікті мамандар мүмкін емес нәрсені жасады. Бақтиярдың қолдары мен аяқтары қимылдай бастады. Алдымен саусақтары, сосын табаны мен білегі, кейіннен шынтағы мен тізесі бүгілді. Бұл тек медицинаның емес, шынайы махаббат пен Алдиярдың бауырына деген жанашырлығының жеңісі еді. Шипагерлер мұны мұғжиза десті. Бірақ Алдияр нағыз мұғжизаның есімі Шырын екенін білетін. Ол әр күн, әр түн, әр сәт сайын бауырының жанында болды. Оның бұлшықеттерін уқалап, жаттығу құрылғыларында жұмыс істеуіне көмектесті. Қайтадан жүріп кететініне сендірді. Тамыз айының басында Алдияр Алтынкүрең шаһарына ұшып келді. Шипажайдың бақшасы гүлге толып, ауадан көк майса мен жаңбырдың иісі аңқиды. Ол бауырының бөлмесіне кіргенде төсекте ешкім болмады. Тек жинаулы көрпе мен тумбочкадағы кітапхана жатыр екен. «Дәлізде», деді ақ халатты бике есікті нұсқап. Ол қазір күн сайын Шырынмен бірге бақшада серуендейді. Олар қазір ғимаратқа оралуы тиіс. Алдияр дәлізге шықты. Қарсы алдынан 2 адам көрінді. Шырын Бақтиярды қолтығынан демеп келеді. Бауыры таяққа сүйеніп, аяғын нық басуға тырысып, баяу қозғалады. Бақтияр күлімсіреп келе жатқанмен, әр қадамы оған қаншалықты ауыр тиіп жатқаны жүзінен байқалып тұрды. Ол бірнеше метр жүріп, тыныстау үшін тоқтады. «Алдияр, ассалаумағалейкум», деді ол бауырын көріп. «Қараш, мен өз аяғыммен жүріп келем». Алдияр жақындап келіп, екеуінде бауырына басты. Шырыннан гүл мен бақыттың, ал Бақтиярдан денсаулық пен үміттің иісі шығады. Шипагерлер 6 айдан кейін оның таяқсыз жүретінін айтады, деді Шырын қуанышын жасыра алмай. Ал 1 жылдан соң жүгіре де алатын болады. Бәлкім тіпті жүйрік болар. «Сен мұны істедің», деді Алдияр тебіреніп. «Сен оны өмірге қайта әкелдің. Рахмет саған, Шырын». «Жоқ, бұл менің ғана еңбегім емес», деп ол басын шайқады. Ол өзі қалады. Бақтияр тек тірі болуды емес, толыққанды өмір сүруді қалады. Бұл екеуміз үшін де ең үлкен серпін болды. Олар бөлмеге оралды. Бақтияр орындыққа отырып, шашаған кейіппен арқасын сүйеді. Шырын оның тізесіне басын қойып, еденге отырды. «Саған бір маңызды ұсыныс жасағым келеді», деді Бақтияр оған мейіріммен қарап. «Барлық жоралғысымен, жүзігімен, гүлімен маған тұрмысқа шықшы». «Шырын, басымды көтерші». Қыз басын көтерді, жанарынан бақыт жасы мөлдіреді. «Шын айтасыз ба?» «Ешқашан бұлай шын сөйлемегенмін», деп жауап берді Бақтияр. «Мен сені жақсы көремін. Сенің менің жарым болғанды қалаймын. Күтуші немесе емші емес, адал жарым болсан деймін».
Шырын егіліп жылап жіберді де үнсіз ғана басын изеді. Алдияр терезе алдында тұрып оларға қарап жымиды. Іштегі мұң сейілді. Тек орындалмаған армандар үшін ғана сәл қимастық сезімі қалды. Ол Шырын мен Бахтиярдың ең дұрыс таңдау жасағанын түсінді. Үйлену тойы қараша айының соңында Күмісбұлақ қаласында өтті. Алдияр бәрін өз мойнына алды. Ең зәулім мейрамхана, ең дәмді тағамдар мен ең биік торт. Бахтияр неке қию рәсіміне таяқсыз, тек бауырының иығына сүйеніп келді. Шырын аппақ көйлек киіп, қолына гүл шоғын ұстаған. Оның Бахтиярға деген махаббатқа толы жанарынан қонақтардың тынысы тарылды. Оларды ерлі зайытты деп жариялағанда Бахтияр Шырынның маңдайынан нәзік сүйді. Алдияр жұртпен бірге қол соғып тұрып, жүрегінің жылығанын сезді. Кеш соңында Шырын оған жақындады. «Саған алғысым шексіз», деді ол. «Бауырың үшін, осы күн үшін, және біздің бақытымызға бөгет болмағаны үшін рахмет. Сіздер бақытты өздеріңіз құрдыңдар», деді Алдияр. «Мен тек сәл ғана септігімді тигіздім». Ол Алдиярдың бетінен сүйіп, Бахтиярмен билеуге кетті. Бауыры оны белінен құшақтап, Шырын оған тығылып, айналадағы ешкімді байқамай баяу билеп жүрді. Алдияр балконға шықты. Түнгі Күмісбұлақтың шамдары жақырайды. Ол бақыттың ақшада немесе билікте емес екенін ұқты. Бақыт біреуге керек болуда екен. Ол телефонын алып, бір нөмірді терді. «Алло», деді назды әйел даусы. «Ассалаумағалейкум, ояусың ба?» деп сұрады Алдияр. «Уағалейкум ассалам, иә ояумын, сен неге тойда билемей жүрсің? Өйткені сен қасымда жоқсың». Тұтқаның арғы жағында тыныштық орнады. «Алдияр, біз шешіп едік қой». «Мен басқаша шештім», деп сөзін бөліп жіберді. «Қазір, дәл қазір осында келгеніңді қалаймын. Өтінемін. Мен Тастаноралдамын ғой. Мен ұшақ жіберемін». Тағы да тыныштық. Сосын сыңғырлаған күлкі естілді. «Сен есі ауысқан адамсың». «Білемін. Келесің бе?» «Иә, ұшақты күтемін». Алдияр телефонды сөндіріп, Бахтияр мен Шырын әлде билеп жүрген залға қарады. Ол жымиып ішке беттеді. 3 сағаттан кейін Тастаноралдан келген ұшақ жерге қонады. Және оның да өмірі өзгереді. Бәлкім бауырымкіндей шұғыл емес шығар, бірақ мәңгілікке. Өйткені ол басты нәрсені түсінді. Бақыт күтіп тұрмайды. Сәт туғанда оны өз қолыңмен алуың керек. Тіпті бәрін бақылауда ұстауға үйренген дәулетті адам болсаң да, жоспардан тыс қадам жасаудан қорықпау қажет.